Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай биік болып шығатын, 2 жұмыртқадан ғана дайын болатын осындай торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Ыдысымызға сармайды ертіп алдық. Енді оның үстіне өлшеп алған қойылып тұрған сүтімізді құямыз. 1 қасық какаоны салып, өлшеп алған ұнды да салып, оның үстінен өлшеп алған қопсытқышпен лимон қышқылын, лимон кислотасын саламыз да, жақсылап 1 келкі масса болғанша араластырып, үстіне 2 жұмыртқамызды қосамыз. Оны да жақсылап араластырып, арнайы 22-26 сантиметрлі формочкамызға құйып пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты. Коржымызды 2 бөлікке бөліп алдық. Енді ортасына креміне мен 20% қаймақпен 1 банка варенканы қосып араластырып крем жасадым. Түспей қалған екен мына жерде. Кремін жағып болдық бір коржға. Енді үстіңгі коржына қалған кремге мен 1 қасық какаоны қосып жібердім. Осылай шоколадты түсте болып тұру үшін. Осындай кремімізді жағып аламыз. Дайын болуымен кесе беруге болады. Формасын жоғалтпай тұрады. Қонақтарыңыз келетін кезде, не дайындауыңызды білмей тұрған кезде ауызашарға демде дайын болатын торт. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Поделиться кнопкасын басып, өздеріңіздің жақындарыңызбен менің осылай оңай дайындалатын рецепттеріммен бөлісіп отырыңыздар. Олар да жасап көрсін. Мінекей кремінде жағып болдық. Жұп-жұмсақ болып, бір жасағаннан шығады. Биіктігі де күшті болып пісіп шығады. Өздеріңізге де, қонағыңызға да, отбасыңызға да ұнайды. Жұп-жұмсақтай осындай керемет тортыңызды міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті заттардың барлығы үйіңізден табыла шығады. Міне жасауыммен демде сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын. Кескен кезде де осылай жұп-жұмсақ болып, биіктігі де күшті болып шығады. Міне тортымыз да дайын болды. Сіздерге де ас болсын. Видеом соңына дейін көріңіздер.